Сәлем әлем, қайырлы күн достар. Сіздермен әдеттегідей Шашпау каналы, бізде кезекті шығарылым. Соңғы уақытта қазақ кинематографиясы зұлым енеме шарасы келін бейнесін көпшілікке ұсынудан шаршамай келеді. Бүгін сол фильмдерге шолу жасаймыз. Ендеше кеттік. Келінжан ауылдағы келіндер өмір туралы телехикая. Продюсер сценарийсі Гүлнәр Мамасарипова болса, режиссері Ернар Нұрғалиев. Көптің көзайымына айналған телесериалда қарапайым отбасының өмірі көрсетіледі. Күйеуі ерте өмірден өткен Гүлаш апаның 3 ұлы мен 1 қызы бар. Апысындар тіпті бір шаңырақ астында тұрады. Сериалда келіндер арасында татулықтай, таталастықта барлығы болады. Асылым шаңырақтың кенже келіні. Қалада туып, қалада өскен қыз махаббат үшін ауылда қалады. Алғашында тамақ жасап сиыр сауды да білмейді. Жас келін барлығын дұрыс жасауға тырысқанымен, енесі оны әр істеген ісін аңдып жақтырмай жүреді. Ауылда біраз тұрған Асылым қалаға қайтпайтын болып, енесінің қасында қалатын болады. Сериал келіннің тұрмысқа шыдап, үйреніп кететіндігін көрсетеді. Жалпы осы сериалды барлығымыз көрген шығармыз, иә? Тезекті алып, пешке от жақ. Тезекті? Ой, әй, көз алдыңда міне, бақырайып жатыр ғой, тезек, тезек, сиырдың жапасы, соны анау пешке саласың, от жағасың. Ой, тұқымың өскір. Аппақ келін афроамерикандық қыздың қазақ отбасындағы келіндік өмірі. Идея авторы Сержан Серікбаев болса, режиссері Дархан Сәркенов. Сәлем Social Mediaның танымал сериалында ауылдағы генерал келін Қамажайдың ұлы Америкадан келін алып келеді. Аңсағанның таңдауы салт дәстүрді берік ұстанатын ауыл жұртын таңғалдырады. Қазақша түсінбейтін афроамерикалық Лия үшін қазақ отбасында келін болу өте қиынға соғады. Аппақ келін комедиясында расизм мен сексизм мәселелері бар. Веб-сериалда Лияға келіндеріңіздің цветі мощненький деген секілді сөздер көп айтылады. Келіннің спорт киімде жаттығу жасаған ауыл жігіттері тамашалап, тіпті шапалақты соғып жатады. Енесі келіннің істеріне ашуланып қарсылығын білдіреді. Қамажай апа келін міндетін жақсы атқаратын қызды қалайды. Қазақстанға бақыт үшін келген Лия қазақтың салт дәстүрін үйренуге тырысады. Енесінің көңілінен шыға алмаған Лияда махаббатынан бас тартуға шешім қабылдайды. Қоғамның сөзі, ұят мәселесі отбасының шырқын бұзатынын көрсетеді. Аппақ келін қазақтың келіндері қатыгез қарым-қатынаста өмір сүретін, әулеттің аты үшін қызмет ететінін көрсетеді. Байқағанымыздай сериалда ауыл әйелдері дөрекі кейіпте сомдалған. Келіндеріңіз қайдан, бірақ цветі мощный екен. Апоу, қамажай деп мақтаған келдіңіз не болды енді? Наусыңыз? Мұна өсекті ауылдың иттеріне дейін естейтін болсын. Барыңдар. Келін 14 человек фильмде қайын ене мен келін қарым-қатынасы отбасы қалай әсер ететіні туралы көрсетіледі. Продюсері Әсел Сәдуақасова болса, режиссері Асқар Ұзабаев. Жас отбасы күйеуінің ата-анасымен бірге тұруға мәжбүр болады, бірақ отбасыда тату-тату өмірі ұзаққа созылмайды. Фильмде енесі келіне үнемі ескерту жасап отырады. Келін екен үнемі бетіне де баса береді. Ұрыс-керістен шаршаған келін тіпті ажырасқысы да келеді. Сонымен қатар отбасыдағы тұрмыстық мәселе қаржы тапшылығы әйелдер шаршататынын көрсеткен. Келін қызындай қабылдай алмаған ене оның өмірін тіпті қиындатып та жібереді. Шайдың дұрыс құйылмағаны, тамақтың жасалмағаны, үйдің жиналмағаны сонда бақыттың өлшемі ме? Не надо! Я вчера сама все вытерла. Специально палец не мыла, чтобы себе показать. Все приходится делать самой. Каждый день одно и то же, одно и то же. Всем хозяина была, Снайжан. Ну, и что ты там
стоишь? Иди завтрак сделай Мақсатику. Келін ол жеке тұлға. Келіннің де таңдауы бар. Шолудан егер біз байқамаған дүниені егер сіз байқасаңыз, пікір алаңына жаза отырыңыз. Бірге талқылайық. Лайк басып достарыңызға таратуды ұмытпаңыз. Сау болыңыз. Сіздермен бірге болған Құралай Найзабай. Қайтадан оқиын мынаны. Басынан бастап тағы бір оқып шығайын. Сіздермен бірге болған Құралай Найзабай, егер біздің жасаған қандай еді? Сіздермен болған Құралай Найзабай, сіздермен болған Құралай Найзағай деппін ғой. Найзағай. Короче, егер де біз жасаған шолудан сіздерде осындай сияқты сәттерді байқасаңыз, сәттерді дейік та. Короче, мияқта біз әлі отырық, уже аузымыз көпіріп бітті.